Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінің 281 топ студенті Бақдәулет Балауса. Практика түрі мектеп практикасы, практика жетекшісі Шиденов Мұрат ағай, практикант Бақдәулет Балауса. Сынып 1 А, пәні көркем еңбек, тақырыбы тағам мен сусынның алатын орны. Сәлем, балалар! Всем привет, ребята! Сабағымызды бастамас бұрын амандасып алайық. Қайырымды жалындар айнала, шеңберге келсін жайлана. Жалықпасын қайтабыз, махаббат сөзін айтамыз. Сүйеміз барлық әлемді, әлемдегі бар елді. Бақыттымыз осы біз, қасымызда досымыз. Сабағымыздың мақсаты тамақтану режимін сақтау қажеттілігін түсінеді. Зиянды тағамдар мен пайдалы тағамдарды ажырата алады. Тағамдану ережесін сақтау денсаулыққа пайдалы екендігін түсінеді. Балалар, келесі видеоға мұқият назар аударамыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Тағам және сусын және оның адам ағзасында алатын орны. Онда балалар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін біз бір сөзден құралатын әңгіме атты ойын ойнайтын боламыз. Яғни, суреттен қандай тағамдарды көріп тұрсыңдар? Адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін білесіңдер ме? Балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте ұлттық тағамдар, дәмді, пайдалы астар бар. Осы атаулар бойынша біз топқа бөлінеміз. Келесі сендерге сұрақтар. Денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? Қандай тағамдарды жақсы көресіңдер? Денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдардың болуы мүмкін бе? Бұл сұрақтардың барлығын білу үшін сабағымызды жақсы түсінуіміз керек. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыздағы маңызды ақпараттарды айтайын. Келесі шыққан суретте сендерде витаминдер көрсетілген. Витамин 1, витамин В, А, С, Д, Е, балықта болатын, сүтті тағамдарда болатын витаминдер көрсетілген. Егер біз бүгінгі тақырыбымызды жақсы түсінетін болсақ, витаминдер туралы да білетін боламыз. Балалар, енді сөздікпен жұмыс жасайық. Тағам сөзін 3 тілде айтайық. Тағам, еда, food. Келесі сусын сөзі. Сусын, напиток, drink. Балалар, келесі біздің бірінші тапсырмамыз тағам және сусын деп аталады. Яғни қандай? Мысалы, балдың дәмі қандай? Дәмді, қою, тәтті, қышқыл, сұйық, ащы және тағы солай. Келесі бізде бал, көже, қаймақ, сүт, қымыз, шұбат, тұз, құрт, осының барлығын сәйкестендіріп жіберетін боласыңдар. Жарайсыңдар балалар, сендер бірінші тапсырманы өте жоғары деңгейде орындап шықтыңдар. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз ботаға көмектес деп аталады. Бота тағамдарды осылай бөлді, қатесін тауып түсет, суреттерді боя. Ал сіз қалай бөлер едіңіз? Өсімдік өнімдері және мал өнімдері. Бұл жақта қандай қате көріп тұрсыңдар? Соны белгілеп және суреттерді бояп шығайық. Балалар, тамаша, сендер екінші тапсырманда өте жақсы орындап шықтыңдар. Осы беттеріңнен таймаңдар, балалар. Балалар, енді сабағымызды аспазшы әдісімен кері байланыс орнату арқылы қорытындылайық. Егер сабақ ұнаған болса, түсінікті болған болса, тойдым. Түсінбей қалған жерлерің болса, әлі де тоймадым. Ерекше ұнаған жерлері болса, барлық тағамдардан маған ұнағаны.
басқа әдіспен орындағыларың келсе, мен бұл тағамды бұлай жасаса деймін деген кері байланыс арқылы қорытындылайтын боламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабаққа белсенділік танытып қатысқандарыңа үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.